Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгін біз сіздермен әлем біздің айналамызда деген тарауды жалғастырамыз. Сонымен қатар бүгінгі видео сабақта біз have got, has got ережесімен танысамыз және оны сөйлемде дұрыс қолдануды үйренеміз. Олардың айырмашылығын қарастыратын боламыз. Before the lesson, I want to introduce you objectives the lesson. After watching the video lesson, you will be able, firstly, to pronounce the names of animals. Secondly, to determine the correct use of have got. Thirdly, to apply the material you have learned in speech. Children, what do you see in this picture? What do you think is our topic today? That's right. Today we will talk about domestic animals. We'll get to know new words. Repeat after me. Dog, dog, dog. Суретке қарап, dog не екенін кім маған айтады? Дұрыс, dog бұл ит. Орыс тілінде біз оны собака деп атаймыз. Енді мысалға көз жүгіртейік. The dog is very small. Ит өте кішкентай. Cat, cat, cat. Кошка, мысық. Мысалға назар аударыңыз. The cat was blue eyes. Мысықтың көзі көгілдір. Rabbit, rabbit, rabbit. Заяц, қоян. Мысалға назар аударыңыз. The rabbit was gray fur. Қоянның сұр жүні бар. Parrot, parrot, parrot. Попугай, тоты құс. Мысалды қарастырайық. The parrot repeats the words. Тоты құс сөздерді қайталайды. Cow, cow, cow. Корова, сиыр. The cow's hair is yellow. Сиырдың шашы сары. Pig, pig, pig. Свинья, шошқа. The pig was a beautiful nose. Шошқаның әдемі мұрны бар. Goose, goose, goose. Гусь, қаз. The goose was white wings. Қаздың ақ қанаттары бар. Goat, goat, goat. Каза, ешкі. This is a horned goat. Бұл мүйізді ешкі. Бүгін біз сіздермен have got, has got ережесін қарастырамыз. Егер сөйлемде I, you, they, we деген есімдіктерді көрсеңіз, оған have got етістігін жалғау қажет. Ал егер сөйлемде he, she, it есімдіктерін көрсеңіздер, оған has got етістігін қосу қажет. For example, мысалдарға назар аударыңыз. Болымды сөйлем. I have got a cat. У меня есть кошка. Менде мысық бар. Енді болымсыз сөйлемді қарастырайық. She was not got a cat. У нее нет кошки. Оның мысығы жоқ.
Енді сұраулы сөйлемді қарайық. Has she got a cat? У нее есть кошка? Оның мысығы бар ма? Remember the golden rule. If the question starts with have, has, when you need got. If got is not used. When the question starts with the auxiliary verb do, does. Examples. Have you a book? Do you have a book? It is not right to say that. Have you got a book? Do you have a book? Right. Алтын ережені есте сақтаңыздар. Егер сұрақ have, has деп басталса, сізге got керек. Егер got қолданылмаса, онда сұрақ do, does көмекшісі етістігімен басталады. Мысалы, сізде кітап бар ма? Сізде кітап бар ма? Бұлай айтуға болмайды. Сізде кітап бар ма? Деп айту керек. Қазір ережені бекіту үшін бір тапсырма орындап көрейік. Тақтаға назар аударыңыз. Бос орынға have немесе has етістігін қою қажет. We got a green parrot. I got a big bag. She got a blue pen. He not got a bike. She not got a parrot. We got a big house. They got a small pig. He got a red car. Ал қазір орындаған тапсырманың жауаптарын бірге тексеріп көрейік. Тақтаға назар аударыңыздар. Бүгінгі сабақ сіздерге тиімді әрі ыңғайлы болды деген ойдамын. Егер сізге видео сабақ ұнаса, бізге лайк басып, біздің сайтқа тіркеліңіздер.